Бата ежелден келе жатқан ата дәстүр. Бата ас алдында, ас ішіп болған соң, балаға, ауырған адамға, жол жүретін адамға, бала тілеген адамға, бизнесменге, бір іс бастайтын адамға, тағы да сол сияқты ізгі тілектерге беріледі. Бата қазіргі психологиялық тренингтердің атасы. Адаммен қарым қатынас жасауды бабаларымыз жақсы меңгерген. Сол жақсы қарым қатынастың белгісі бата. Бата адамды жаңа белестерге алуға, игеруге ынталандыратын, стимул беретін биоқуат. Жаңбырмен жер көгереді, батамен ел көгереді. Баталы ер арымас, батасыз қол жарымас. Бақ береке батада, адасқан жол қатада дейді.